Жақсы. Қабанбай атаға келдік. Бүгін жексенбі 31 шілденің. Ал, қыздар, аққу қыздар, қасиетті қыздар. Болды менде нақты жатқан жерін бүйтіп айтқанға енді. Бір жақта жалпы енді бір жақ қой енді. Шығыста ғой. Сонда мен атаның басына барған кезде сұрағым ғой. Ата маған белгіңізді беріңіз енді. Сіз осы жердесіз, бірақ маған белгі беріңізші, мен нақты жаңағыдай не алуым керек, белгі алуым керек сізге деп. Сонда ата маған мына дүзігімнен, мына сақинадан белгі берді да. Мына сақинамды міне қараңыздар, мынау не болғанды? Домалақ болған былайнан не? Сонымен атаның басына барып, Құран оқып, ниет етіп жаңағыдай болғаннан кейін өзім тілеуімді тілеп отырдым ғой. Сонда маған белгі беріңіз дегенде, маған осы дүзіктен белгі берді. Мынау міне бірақ былайнан басылды бүйтіп. Өзінен бірақ былайнан басылды. Мен қайта мынаны бүйтіп кішкене дүзеттім, мына сақинаны. Мынау темір ғой, мен білем ғой күнделікті қолымда не нәрсені қалай тұрған. Сонда мен айттым, Қабанбай ата, рахмет сізге. Сіз міне маған нақты керемет белгі бердіңіз. Мен денемнен піскілеп бірдеңке берсе, мен онда немене қазір жаппайын ба? Байқамай қалушем, сезбей қалушем да. Шынымен де өйткені ол кезде кішкене күн салқын болды, жел соғып тұрды, ол кезде байқамай қалушем. Ал енді былай қолымдағы заттан белгі берген кімге? Райса қаттырақ айтшы, құлақ естімей жаңағыны қатты айтшы, белгі туралығына. Қабанбай атаның басына барған кезде, Роза апа, мен белгі сұрадым. Ол кезде күн салқын болды, жел болды. Мысалы, менің денемнен бүйтіп піскілеп белгі берсе, онда мен сезбей қалушым. Ал енді Құран оқып, ниет етіп бағыштап болғаннан кейін мен айттым, ата маған белгіңізді беріңіз. Өскеменде ана жақта. Өскеменде, біз жақта, Өскеменде, шығыста. Сонда ата маған мына сақинамды, мынау міне дүзу домалақ болатын сақинамды бүйтіп қысып, кәдімгідей тылсымнан маған белгі берді. Мен қайта мына сақинаны былай дұрыстадым бүйтіп. Мынау бірақ маған бүйтіп жабысып қалды ғой. Сонда мен қуандым, рахмет ата. Құдайдың жаңағыдай оңдығымен маған міне өте мықты керемет белгі бердіңіз деп сол жерде мен бір ерекше бір әсер алып қайтқам атаның басында. Керемет міне. Оны үнемі айтып жүрем адамдарға, мынау белгісі атаның деп, осы жерде Қабанбай атамыз деп. Хикмет қой. Енді қазір мына кісіге де айтуға болады. Бұл кісі шырақшы сенбейді. Ол кісі Қабанбай ата деп бізбен жаңағыдай сөзге келмейді. Ұрысқысы келіп тұрады. Қайдан сендер таптыңдар, адасып жүрсіңдер деп. Міне жаңағы Қабанбай ата батыр көрсетіп тұр. Қабанбай батыр атаға жабақ қой. Тағы бір ақтық бар. Қаракерей Қабанбай деп мұнда қара қыпшақ жатыр ата. Сәлеметсіздер балалар. Қабыл болсын. Тақияларың қайда? Жаяу келдің, тақия киіп келу керек атаға келгенде. Спортта да бас киім бар ғой. Оларда кепістер, оларға да үлгі болады. Қазақ өзіміздің киіміміз ғой, дәстүріміз, ешқандай артық ештеңкеміз жоқ бұл жерде. Мына жағына өмірдің тағдыр жазылған. Мына жақ қолыңызды міндетті түрде жазып болу керек. Әулиелі жер тартау бұл жерде, қасиет жер. Айтылып жатыр ғой енді, жан-жақта естіліп жатсыздар. Ертең бұл жерде ақта қарада жүреді ғой. Құран оқылған жерде, сондықтан есте болсын келешекте. Осының бәрін қарайтын кісілер бар ғой, Күтеді осында. Әдемі. Сізде өсіп тұр ғой осы гүлдер? Тура осы гүл. Болмайды ғой. Олардың бәрі басында аяқпен өлшеп Қабанбай деп қойған ғой. Оның бәрі ана қайраттың тірлігі. Олардың басылығы қайрат еді сол кезде. Жол жақсы. Жақсы білесің, сол айтпаймын. Сөйтіп бәрі тексеріп бұны ойбай Қабанбай осы деп сөйтіп қабылдаған өздерінше. Бұл әлі заң түрінде анық тексерілген жоқ. Заң түрінде анық тексерілсе, эксперталып онда түсінуге болар еді.
Bunu aytып жаңа жоба екі қосуыз бір келе деп қазақшада айдатты, Қабанбай деп айдап жіберді болды. Сонда кетті Қабанбай болып. Оны дәлелдеу керек қой, дәлелдемей әйтеу дәудің көт диірмен тарта деп сол кездегі дәулердің арқасынан сол Қабанбай болып кетті. Сол болуы мүмкін. Жаңа Гүлзия айтып жатыр ғой, Қабанбай тағы келе жатқанда есіне түсіп, Қабанбай үйде шығыста ашылды ғой басы. Сонда басына барғанда зиратқа барғанда айтқан екен, ата енді сіз осында жатсаңыз маған беліңізді беріңізші деген ғой. Енді бір жерден түртіп береді деп ойлаған екен. Енді қараса шықса жүзігі, анау күміс жүзігі майысып қапты былай. 4 күрішті өз қолында киіп жүр, жаңа көрсетті. Сонда міне дәлел атамыз тылсымнан келген хабарды білген болады, иә. Жаңа енді осы жерде Раушан жаңа не айтып жатыр, ескерту айтып жатыр. Адамдар келіп жатыр, иә. Киімдеріңіз көрдіңіз ғой, қалай отырған. Кәз. Bu yerde жаңа менің көргенім үлкен кісі екен бұның өзі. Bu yerde жатқан кісінің өзі. Ата. Бірақ ұялып тұр, мұна жауып бұлай, ұялып жатыр. Білдіңіз ба? Мен сразу ойландым, бұл Қабанбай дегенге мұна кісі ұялып жатыр бұның орнында. Соның несін алып деп. Қатты ұялып жатыр. Ұялып соны көрсетіп жатыр, ұялып жатқан. Бұл енді Қабанбай емес екені анықталды ғой енді, бірақ енді мойындамайды да бір ғаналар. Сол мойындайтын уақыт келер о да. Осы жерде жаңағаш келіп жатыр әлі, жаңағаш бұнда қысқа жақсы жаңа ескерту айтып кетті. Алғашқы кезде ұрысып айтатынбыз, қазір ақиын сабырлықпен айтып түсіндіріп отырмыз. Әлі де халық енді зират дегенді біліп алған қай жылдар осы 97-тен басталды ғой, әруақтың басынан зират. Сол зират міне әлі зират болып келе жатыр. Тисе терекке, тимесе бұтаққа деп әлі де мына жаңағы керуен шығып зираттап отыр. Бірақ негізі шын тойтқа келгенде мына зираттың мағынасы өте тереңде жатыр. Ол әлі ашылмаған. Бұл деген мына Құдайға шүкір, Құдайдың құдіретіне шек жоқ па, әйтеуір бір кішкене болса да бір топ қалды, нақты мына Құдайдың дегенмен жүрген. Негізі бұл зират деген өте көңіл бөлетін, бұл кейіннен бір керемет болып ашылады бұның сыры. Бұл жерде шамалы болса да шет жағасын осы Тоқберген Байтас ағамыздың арқасында әйтеуір мынандай ұстап қалған топ бар. Бірақ соның өзі біз дұрыс жеткізе алмай отырмыз ба, халық әлде түсінсе, білсе де киінбей жатыр ғой. Міне жаңа кезде екі келіншектер таза жалаңаш айтуын айттық. Негізі бұл әулиелердің басы деген үлкен портал бұл. Бұл жерге енді сөйлеңдер қазір айтып жеткізе алмай жатырмын. Бұның құрметі де, сыйы да, бұның дәрежесі де, бұның мағынасы да ашылатын әлі терең сырлары әлі алда. Халық әлі түсінбей отыр, бірақ әйтеуір Құдайға шүкір кішкене топ болса да осы бүкіл қағидасымен мына заңды түрде Құдай қалай қалады сол немен келіп отырмыз. Бұл жер енді жаңағы не атаның Ақберен Батыр ата жатыр ғой енді. Осы топқа біраз екі-үш қызға батырлық салды. Әлі де кішкене сеңкіремей былай немқұрайлық болса екі-үш қызға батырлық салды. Соның сыртында осындай енді әулиенің басы ғой, қанша дегенмен де Құдайдың құдіретіне өз аластан, бірақ не қанша дегенмен де өте жалаңаш адамдар көп келгенмен ауырлап қалады басы. Сондықтан да мына біздің өзіміздің осы әлеуметтік топтың жігіттері, мына зікір салатын жігіттерге соларға құлақ қағыс, бір қолдар босап келсе келіп осында жекелместер болып керуенге ештеңеге қарамай зікір салып кетіп отырса, тазардың керемет болар еді. Айлақтың басы бұл жерде қуат алмасу ғой, мына өлім мен тірінің ортасындағы портал бұл, түсіне білген адамға. Сондықтан да жай мына енді керуендер Құран оқиды дейді, бірақ біздің жігіттердің мына зікір салған несі ерекше, оларда қуат бар, оларда үн бар. Сондықтан да қолдар бір бос кезде әлде бір неткенде келіп зікір салып отырса, ол деген бүкіл халыққа, вообще жалпы адамзатқа жақсы болар еді деген сондай бір ақпарат келді. Сонда жалпы мына әулиелердің басына зікір салып отыр сол деген. Солай екен, сондай ақпарат келді. Содан кейін біздің топқа риза болып отыр, сол жайтып екі-үш қызға батырлық салып отыр, бұл жерде Батыр ата жатыр ғой, батырлық салып отыр. Немқұрайлық селқостық болмасын, нақты қадамға тұрсын, алған беттерінен қайтпасын деген сондай ақпарат келді. Менің атым Оғалибай.
дуа кылып атканда Аманбай ага неганда зикирдин эң соңунда сол дөңкүлдеген бір үш рет дыбысты естім. Сол бар көргенім, білгенім. Маған анау не көрінді? Үлкен бір зәулім сарай көрінді. Биік сарай екен деймін, енді сол сарайдың ішінде адамдар жүрді. Сосын кейін дәліз сияқты үлкен дәліздің ішінде келе жатқан алдынан солдаттар шықты. Адамдар жүрді. Енді жоңғар шапқыншы уақытта сол жерде бір анандай өзі қорғаныс болады ғой, сондай деп түсті. Соны көрген мен бүгін. Осы керуенге мен бірінші рет қосылдым. Сіздің қатарларыңызға бірінші рет келе жатырмын. Исатаға да осы бірінші рет келе жатырмын. Аллаға ризамын. Алла тағала 18 мың ғаламды жаратқаннан кейін жер шарында жаратқан ғой, жер шарында әртүрлі құстар, адамға керекті жануар жәндіктер, одан кейін әртүрлі түсті, тілдері, діндері, нәсілдері бөлек адамдар жатқан. Соның ішінде біз қазақ ұлты бармыз. Сол қазақ ұлтының сол ұрпақтары біз қазіргі заманда мына қазір заманымызда өмір сүріп жатқан. Бірақ та біз енді екі заманды көрдік қой. Қызыл жағалы заманды, одан кейін өзіміздің Қазақстан мемлекеті егемендік алғаннан кейін Аллаға шүкір, Тоқберген ағамыздың арқасында, одан кейін Тоқберген ағамыз сол жолда ары қарай жалғастырып келе жатыр. Өзім ойлаймын, қазақтың білімі, діні тек қана имандылық жолда, мейірімділік жолда. Сондықтан да осы дінімізді жалғастыра берейік, қатарымыз көбейсін. Қазақтың мына сіздер айтып жатсыздар, мысалы өзіміз тарихтан білеміз, қазақтың ұлттық киімдерін, дәстүрін бәрін, сол дәстүрінің бәрін сақтасақ, бізге ауру да жоламайды, Аллаға шүкір дамимыз, еліміз байиды, халықта жақсы тұрмыс, қуанышта болады деп өзіміз сондай сенім білдіреміз. Себебі біздің ата-бабаларымыз осы біздің жеріміз үшін күрескен, ұлан ғайыр жерді бізге ұрпақтарына қалдырып кеткен. О дүниеде де бізге белгі беріп жатыр. Сол белгілерді бәріміз қабылдай білу, жүрегімізге имандай үйіріп, соны түсіне білу біздің міндетіміз. Сондықтан мен өз пікірім, мына мемлекет тарапынан да осы өзіміздің қазақтың негізін біліп түсініп, мемлекет тарапынан да осы Тоқберген ағамыздың бастауын, мына ұрпақтардың ата-бабамыздың, ұлы ата-бабаларымыздың, қасиетті ата-бабаларымыздың жолына тек қана ашылуына мүмкіндік берсе екен деп ойлаймыз. Себебі бізде тарих деген әлі керемет. Орыстың патшасы айтты ғой, егер қазақ өзінің тарихын білсе, жердің жүзін билеп алады деп. Сондықтан енді соны білуге жазсын. Біз жердің жүзін билеп алуға құмар емеспіз, біз агрессор емеспіз, біз мейірімді, бейбітшіл халықпыз. Тек қана дамуды ойлаймыз. Біздің ата-бабаларымызда тек барлық мәдениетті, білімді, ілімді бәрі де болған ғой. Мысалы, бір шеге қақпай, үй тұрғызған, мазарлар тұрғызған, ештүрлі керемет техникалық дамулар болған, бір пілте шаммен мойша жаққан деген сияқты. Сондықтан енді сол білімге біздің ұрпақтарымыздың жетуіне Алла тағала нәсіп етсін.